Қалайсыздар достар? Біздің Айгүл екеуміздің сіздерге арналған бір жаңалығымыз болып тұр. Жаңалықтан бұрын ол бірінші өзара шешім. Одан бұрын енді көбісі ойлап қалды ғой, алдындағы бір видеодан кейін шынымен де үйленуге ұсыныс тасталды ма, не болды деген сұрақтар көп болды. Енді ол кезде үйленуге ұсыныс емес, жұп болуға ұсыныс тасталған болады. Мен сол моментте өте қатты күтіп жүрдім. Енді екеуміз былайша айтқанда екінші рет жүріп көрейік деген сияқты айтқан болатын. Сосын бұл деді да, бірақ сол кезде кольцоны кимей жүрді почему-то. Бірақ деген сияқты болды. Сосын мен ойланып жүрдім, неге ондай болады екен деп. Осы Балиде тұрғанның өзінде де екеуміз екі жақта тұрып, андай бір-бірімізге кішкене бір қырылып қалып сөйтіп жүрдік. Соны ойладық енді. Ол кезде жұпқа сөз салды. Сақинаны тақпаған себебімде бір ойладым, может әлі сөйлесіп көру керек шығар деген ой болды да. Мен де ол кезде ештеңе айта алмадым деген сияқты ғой. Енді соны қазір сөйлесе келе, жалпы жүре келе, Балиде біз басқаша бір-бірімізді таныдық. Лучше дос болып қалғанымыз дұрыс деп қабылдадық. Шешім қабылдадық. Сонда енді, бірақ мен ойлаймын, енді мен Айгүлдің алдында өзімнің бір миссиям болған деп ойлаймын. Ол миссиямды толықтай атқардым деп ойлаймын. Айгүл көтеріледі дедім, Айгүл көтерілді. Менің айтқаным болды. Бір-біріміздің қасымызда жүріп, мен ойлаймын, біраз нәрсе түсінген де, көрген де сияқтымыз. Енді адамдар бір-бірінің өміріне бірдеңе үйрету үшін, сабақ болу үшін келеді ғой. Енді бұл күшті сабақ болды десең. Қатты күшті сабақ болды десең. Hasta que sale el sol, vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que sale el sol.